қуаныштысыз ба? Өте қуаныштымын. Құдайым-ай, сіз қуанбағанда кім қуанады? Өткені бүгіннен бастап новая жизнь начинается. До обеда будете спать. Бүкіл тұрмыс тіршілікті енді осы келінге тапсырасыз. Тапсырамыз ба? Тапсырамыз. Ой-май. Тапсырамыз деп уверенный голос тыңдадыңыздар ма? Қандай уверенность. Ендеше өзіңіз ашып, маңдайынан сүйіп, таңдайынан түкіріп қойыңыз. Келініңіз құтты бол. Енді құлағынан жүреді. Лена, давай қалай салыңыз. Не только дауысыңыз атыңыз естігенде шошайтын келін болсын. Лена. Ал, Лена ханым, кетпеңіз, кетінші қасыма. Келінжан, маңдайынан сүйген мына кісінің поцелуин, запомни раз и навсегда. Ты знаешь, кто она? Күндіз сенің қасында жүретін, енді сенің түсіне кіретін. Бұл сені енен. Осыған енді қызмет етесің, осының қасында жүресің, осы кісіні бағып қағасын. Ананды қалай жақсы көрдің, на кісінді дәл солай жақсы көру керексің. Сондықтан да осы кісіге қызмет етсен, ана жігіт сенен ешқайда кетпейді. Соған мен кепілдік сөз бере аламын. Сондықтан да еркебұлан, келші. Ал, құтты болсын. Иә. Мына кісінің құттықтап қойсаңыз болады, бұл ғой үйленіп атқан, иә. Көңілге қалай? Керемет. Ойбай, дауысын шықпай қапты ғой. Көңілге қалай? Керемет. Өйде! Алақанда құсынды қондырып жатсын, сол құсынды енді ұшырып алма. Сол құсынды ұшырып алмас үшін білесің ме, не істеу керек? Не істеу керек? Өзімнен сұрап тұрған өзімен. Не істеу керек? Екі қанатын кесіп сау керек. Ұшып кетпейді, қасында жүреді. Аялау керек, жақсы қарау керек. Пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам не деді? Сендердің жақсыларын жұбайларына жақсы қарап, жақсы қарым қатынаста болғандарың деді. Сондықтан да мына қызға, Әселге жақсы қара, жақсы қарым қатынаста бол. Қолынан ұста, сол қолды енді өмір бақи жіберуші болма. Өмір деген баспалдақ, сол баспалдақтан құлаушы болма. Төр, сіздердікі жігіттер қыздар әндетіп, жастарды құтты мекендеріне шығарып салайық. Шапалақ шан шығармайды, шабыт береді. Анда-самда болсын, қосалаққанды бір-біріне түйістіріп отырайық. Тойға халық әртүрлі мақсатпен келеді, соны біліп отырайық. Біреулер тойға келіп той көрем деп келеді. Біреулер тойға келіп тілек айтып ой бөлем деп келеді. Біреулер билейміз деп келеді. Біреулер сөйлейміз деп келеді. Біреулер әншін ән айтқанына қарап отырады. Біреулер бишілердің биіне қарап отырады. Біреулер вообще өз-өзімен жан-жағына қарап отырады. Кім қанша берген санап отырады. Біреулер арақ жоқ болса да соған тойып өз-өзімен жылап отырады. Біреулер жеп алғысы келеді, біреулер дем алғысы келеді, біреулер құдашаға қырындап, сонда сонымен жоғалғысы келеді. Бірақ осылардың ішінде ағайын жақсы қонақ бар. Кім ол жақсы қонақ? Күлетін кезде күліп отырады, айтқанды ұғып отырады, барлық тәртіпті біліп отырады. Назарды ортаға бұрып қана қоймай, қолдарын қаттырақ ұрып отырады. Ох ты! Смотри, как они вас любят, а? Беке, той құтты болсын. Лена ханым, поздравляю. Бүгін той керемет. Мінекей екі жас қосылып жатыр, құдаларыңыз келіп жатыр. Енді мынандай сұрақ. Мен жаңа байқап қалдым. Многие гости без настроения сидят. Настроениялары жоқ. Мына қонақтардың барлығын кім шақырды? Біз шақырдық. Ау, Өзіміз шақырдық біз. өздеріңіз ба? Енді мен бұны неге сұрап жатырмын? Жаңа настроениесі отыр деген айттым ғой, настроениесі отыр деп. Соған орай менде мынандай бір сұрақ туындап тұр. Бұл кісілерді сіздер шақырған кезде алдын ала айтып бердіңіздер, әлде бүгін осы тойға келгенде айттыңыздар ма, тойдың халал өтетін? Алдын ала айтқандары бар, айтылмағандары бар. Ау? Бәрін айтқан жоқпыз бірдей.
сол естімегендер бар ғой деймін, халал болып өтетін аға. Солар сияқты бірем настроениесі отырған, а чё болмай ма не деп. Болмайды. Арақ шарапсыз да қазақтың тойы өткен, өтеді де. Осындай адал дастарханы мол, қазағым тойы көп болсын дейік одан да. Зато сіздер арағы жоқ тойға емес, ішінде арамы жоқ тойға келдіңіздер ағайын. Бүгін сіздер шарабы жоқ тойға емес, ішінде сауабы көп тойға келдіңіздер ағайын. Бүгін сіздер қымызы көп тойға емес, ішінде береке, ырысы көп тойға келдіңіздер. Бүгін сіздер күнәсі қалың болатын тойға емес, дұғасы қабыл болатын тойға келдіңіздер ағайын. Теперь понял, почему у них нету настроения. Потому что они все ждут Мясо! Лена, мынаның қарны ашып қапты ғой жаным. Қайдағы мясо, песня, тани ждут они. Мынау мясо деп отыр. Ойы етті мынан. Ладно, как сказал хозяин, пусть будет мясо. Қазақ ет жемесе, ешқашан көңіл көтерілмейді. Ендеше ет жейік, жақсылап көңіл көтерейік. Ортаны ашыңыздар, білектеріңізді түріңіздер, саусақтарыңызға репетиция жасаңыздар. Қазақтың ұлттық асын қарсы алыңыздар.